Сәлем достар, бүгін біз сіздермен жүректің ишемиялық ауру туралы талдайтын боламыз. Бұл ауру жүректің коронарлық тамырларының бітелуінен пайда болады. Өте жиі кездесетін аурулардың бірі. Жүректің ишемиялық ауруының себептеріне келетін болсақ, коронарлық тамырлардың бітеліп тарылуынан пайда болады. Оған алып келетін факторлар: тамақтанудың дұрыс болмауы, майлы тамақтың, ашты тамақтардың көп тұтыну, гиподинамия, темекі шегу, қимыл қозғалыстың азаюы, үлкен возрасттар әсер етеді. Симптомдарына келетін болсақ, кеуде тұсының күйдіріп, ашып ауруы. Ол ауру көбінесе иыққа, сол жақ қолға, жақ астына беріледі. Аурумен қоса көбінесе ауа жетіспеу, демікпе, жүректің ритмінің бұзылуы себептері жиі кездеседі. Кей кезде артериялық қан қысымының көтерілуі де болуы мүмкін. Егер осындай симптомдар кездесетін болса, міндетті түрде дәрігер-терапевтке немесе кардиологқа бару керек. Кардиологқа барған кезде электрокардиограмма, эхокардиограмма, тредмит-тест, ВМ аппараттарымен бұл ауруды анықтаймыз. Егер дәрігер-кардиологта жүректің ишемиялық аурулары анықталып жатса, міндетті түрде тамырлардың өткізгіштігін тексеру керек. Яғни компьютерлік томография немесе ол болмаса инвазивті коронография арқылы тексеруге болады. Егер айтып кеткен симптомдар болса, міндетті түрде дәрігер-кардиологқа тексеріліп, және де кардиологтың қадағалауында болуыңыз керек. Яғни жүректің инфарктісінің алдын алу мақсатында. Көріп тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.